Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге жалпы акция дегеніміз не, сток дегеніміз не, жалпы соның жалпы сток акцияның жалпы ар жағында пайда болатын маңызы не, соны қысқаша түрде сіздерге түсіндіруге тырысамын. Бұл жолы біз оңайырақ түсіну үшін кішкентай бір мысалды алып көрейік деп шештік. Кішкентай бір қыздың жалпы несі туралы, стори туралы айта кететін боламыз. Бұл Джули деген қыз, Паристе тұратын қыз. Бұл қыз жалпы кішкентай тоқаштар, дәмді тоқаштар пісірумен тақты. Кішкене кезінен ол өзінің кішкентай дүкенін ашпақшы болып армандап келген еді, жаңа Julie Bakery тоқаштарын сататын. Бірақ та ол тоқашта жасау үшін оған $100,000 ақша керек. Оның $100,000 жаңа ішіндегі заттар алады, жұмысшы алады деген сияқты көптеген зарплаталар бар. Бірақ та Джулияның қалтасында тек қана $10,000 бар. Енді Джулияға ақша керек. Жаңағы дүкенді ашу үшін ар жағында $90,000 керек, дұрыс па? Енді Джулия болғанда сол ақшаны қалай табатын жолын іздестіреді. Осы кезде Джулияға қайтеді, жаңағы акция деген нәрсе, Джулияға енді ой келеді деген сөз. Джулия енді қайтеді компаниясын басқа бір адамдармен бөлісуге шешеді. Осы жерден қоғамдық компания болып отыр деген сөз, қысқаша айтқан кезде. Сосын Джулия жаңа $10,000-дан $10,000 өзінде бар, $100,000 неге керек, ар жағында $90,000 керек. Осыны адамдарға қайтеді, жаңа 9 акция бөледі да, 9 адамға сатады. Сосын 9 адамнан $10,000-дан $90,000 ақша келеді. Сосын осы жерден компания $100,000-мен компаниясына дүкенін ары қарай аша бастайды. 5 жылдан кейін қайтеді компания үлкейеді, атақты болады, адамдардың біле бастайды. Сосын ол компанияның бағасы $1,000,000-ға татып жатыр деген сөз. Енді бұл $1,000,000-ға татып жатыр деген сөз, бұл жерде Джулия өзінің $10,000-ын қайтып жатыр, жаңағы 10 есе $100,000 қылатыр. Оның сыртында Джулия өзінің емес, жаңа 9 досының ақшасында да 10 есе нетіп жатыр деген сөз. Сіз енді акцияға қандай бір инвестиция жасайтын болсаңыз, сізде де осы ұқсап ары қарай ақшаңызды үлкейте аласыз деген сөз. Бұл жерде өте үлкен сондай жақсы мүмкіндіктер бар деген сөз. Бұл жерде тек қана Джулия ғана байып жатқан жоқ. Бұл жерде жаңағы инвестиция жасап жатқан 9 адам. Қайта ақшасын салу арқылы олар инвестиция жасау арқылы олар өздерінің ақшасын тағы да 10 есеге үлкейтіп жатыр деген сөз 5 жылда. Ал сол Джулияның жаңағы бейкери дүкені сияқты сіз жаңағы Apple, Walmart сияқты үлкен компанияларға тағы да инвестиция жасау арқылы қайтесіз, сізде де осылай инвестиция жасай аласыз деген сөз. Егер Apple-да 100 акциясы бар болатын болса, егер сіз оның бір акциясын алатын болсаңыз, онда сіз Apple деген компания, iPhone шығаратын компанияның, сіз 1%-ін Apple-дың иеленесіз деген сөз. Сіз қандай бір оның пайдасынан бөлісесіз деген сөз. Егер болашақта Apple деген компаниясы қазір құны мысалы $10 болып тұрған кезде, сіз 1%-ін егер алған болсаңыз, 100 шерінің біреуін алған болсаңыз, онда қайтеді Apple 5 жылдан кейін егер $10 деген сток $100 болып, егер 10 есе өсетін болса, сіздің ақшаңызда да 10 есе солай өседі деген сөз. Сізде $10,000 сіз құйған болсаңыз, сіздің ақшаңыз қайтеді $100,000-ға айланады деген сөз. Жалпы болғанда сток трейдинг қысқаша айта кететін болсақ, негізінде осындай. Сіз енді қандай компанияға да жалпы қай жерден де Қазақстаннан, дүние жүзінің қай жерінен де қалған уақытыңызда жаңағы брокеридж деген компаниядан аккаунт ашу арқылы аша аласыз деген сөз. Ал енді жалпылама басқаша видеоларды күнделікті салып тұруға тырысамыз. Ал жалпы сток трейдинг туралы үйренгіңіз келсе, біз веб-сайт жасап қойдық. Сол жерде видео сабақтар бар, соны алуыңызға болады. Және біздің лайв сабақтар жалпылама жиі жүріп тұрады, соларға хабарласып нетіп отыруыңызға болады. Біз барлық линктерді астына салып қойдық. Егер нететін болсаңыз, информация алғыңыз келсе, веб-сайт тексеріп көріңіз, және де менің инстаграмды тексеріп көруіңіз кеп болады. Менің инстаграмымға жазылуыңызға болады. Келесі видеода кездескенше,